مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين وبعد. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман қауым. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы бала тәрбиесі. Яғни ислам дінінде, Құранда пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінде жас келе жатқан келе ұрпақты тәрбиелеу бала тәрбиесіне өте зор, өте үлкен маңызды орын берген. Өйткені бала тәрбиесі ол келешектің тәрбиесі, болашақтың тәрбиесі, ол осы ислам үмметіндегі мұсылман үмметінің жақсы болуы, сол мұсылман үмметінің білікті, білімді болуы. Сондықтан исламда бала тәрбиесіне жаңа айтып кеткеніміздей өте маңызды қараған. Исламдағы бала тәрбиесі баланың дүниеге келген күнінен ғана басталмайды. Исламдағы бала тәрбиесі сол ер адамның үйленген күнінен бастайды. Исламда жаңағы болашақ ұрпақты дүниеге келмей тұрып сол кезден бастап қамқорлығына алады. Яғни үйленген кезде тақуа әйелден үйленіп, сол болашақ баланың тәрбиесіне, имандылығына көңіл бөледі. Дәл сол секілді сол бала жатырға түскен кезден бастап, сол кезден бастап жаңағы оғанда өте маңызды болады. Еркек адам үйіндегі жанұясының әйелінің рухани тәрбиесіне, әйелінің жаңағы халал мен харамнан жеуіне, харамнан сақтанып халалдан жеуіне жаңағыдай өте маңызды орын береді. Өйткені сол бала жатырда жатқан кезде әйел адам арқылы бүкіл ағзалары Алланың құдіретімен дамиды. Сол әйел адам арқылы рызық алады. Сол әйел адамның анасының жаңағы халалдан жеп, жақсы құлшылықта болып, жақсы рухани тәрбиеде болғаны балаға да әсер ететініне көңіл бөлген. Содан кейін бала дүниеге келген күннен бастап баланың хақларын істейді. Ол пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның хадистеріне қарасақ, пайғамбарымыз айтады: "Күллу ғуламун рахин би ақиқатихи тузбиху анху йаума сабиуху ва юсамма фихи ва яхлиқу расаху." дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: барлық дүниеге келген балаға ақиқасын беру міндеттелінді. Сол бала 7 күнге толған кезде сол үшін жаңағы ақиқасын беріліп, малы сойылады, содан кейін оған ат қойылады, содан кейін оның шашы алынады деп пайғамбарымыз айтады. Яғни кейбір хадистерді айтатын болсақ, Анас бин Малик радиаллаху анху жеткізген хадисте Алланың елшісі айтады: "Улида ли лайлату гулам фасаммайтуху би исм аби Ибрахим." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты деп Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, Сахих Муслимде келген хадисте. Түнде Алла Тағала маған бала нәсіп қылды. Әйелім дүниеге бала келген кезде, бір түні сол кезде мен оның атам Ибрахимнің атымен оған ат қойдым дейді. Яғни осы хадисте, сахих хадисте келгендей, бала дүниеге келген кезде ең бірінші істелінетін нәрсесі ол балаға таңдап тұрып ат қою, жақсы өзіне лайықты ат қою. Сол туралы пайғамбарымыздың хадистерінде бар. Абу Дарда радиаллаху анху рivayet qiladi: "Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam innakum tud'una yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma' abaikum fa ahsinu asma'akum." дейді. Имам Абу Дауудтың мұснадында рivayet қылынған хадисте Абу Дарда радиаллаху анху жеткізген, Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Сендер шындығында қиямет күні өздеріңнің аттарыңмен және әкелеріңнің аттарыңмен шақырыласыңдар, аттарыңды жақсартыңдар" дейді. Яғни жақсы ат қойыңдар дейді. Дәл сол секілді Сахих Муслимде келген хадисте Абдуллах бин Омар радиаллаху анху рivayet қылады: "Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам инна хабба асмаукум илаллахи азза ва джалла Абдуллах ва Абдурахман" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты деп Абдуллах бин Омар радиаллаху анху жеткізді. Аллах үшін сендердің ең жақсы көрілген аттарың, есімдерің Аллах үшін Абдуллах және Абдурахман деп атады деді. Міне осы хадистерді куәлікке ала тұрып біз ұққан нәрсеміз, бала дүниеге келген кезде ең бірінші баланың жаңағы атын қояды. Содан кейін ол атты жақсы аттардан таңдап алады. Пайғамбарымыз айтты: "Қиямет күні сендер өз аттарыңмен және әкелеріңнің аттарыңмен шақырыласыңдар" дейді. Және де жақсы ат
оның аттың мағынасы да мәні де дұрыс болу керек. Ол жаңағы сүйіншіленген ат, жаңағы Абдулла және Абдурахим деген аттар, не болмаса пайғамбарлардың аттары, не болмаса жаңағы мән мағынасы жақсы аттарды қою керек екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінен де білеміз. Сонымен қатар бала дүниеге келген кезде ақиқа деген бар. Ақиқа дегеніміз бала дүниеге келген кезде сойылатын малды айтады. Ол мал туралы, ол ақиқа туралы пайғамбарымыздың хадистерінде сахих Бухарида айтылады. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: "Ма'ал гулам ақиқатун, фахиқу анху дамман ва амиту анху ал-адади." Бала дүниеге келген кезде оның ақиқасы болады. Сөйтіп сол ақиқасын сойып қанын ағызыңдар, және де одан солай ақиқа сою арқылы одан жаманшылықтарын кетіріңдер деп пайғамбарымыз сүйіншілейді. Және де имам Ахмадтың және имам ат-Тирмизидің сүннандарында риуаят қылған хадисте Айша анамыз жеткізген, Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Анил гулам шатат ва мукафатан ва анил жария шат." Жаңағы ақиқа қандай болады деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде Айша анамыз айтады: "Ол балаға екі қой, екі бірдей қой, яғни жасы да дене бітімі де бірдей болған мукафатун дегенде соның мағынасы жасы да түрі де бірдей болған нәрсені айтады. Сол екі қой, бірдей болған екі қой, ал қыз бала үшін бір қой сойылады дейді. Яғни бұл туралы ислам ғалымдары айтады, бұл ақиқа союдың бірден бір жаңағы артықшылығы, бұның жақсылықтарын айта кететін болсақ, ислам ғалымдарының айтқан сөздерін айтуға болады. Біріншіден сол жаңағы пайғамбарымыздың хадисіне сүйене отыра, ақиқа сойылған баланың Алланың алдындағы сойылған құрбандығы, ол әке шешесінің Аллахқа деген шүкіршілігі сол баланың дүниеге келгеніне. Және де содан кейін сол сойылу арқылы Аллах тағала сол құрбандық шалынған, ақиқа шалынған малдың құрметіне ол баланы жаманшылықтан, шайтанның азғыруынан сақтайды. Содан кейін ол ең бірінші бала дүниеге келген кездегі баланың хақында қылынған құрбандық сол мұсылмандығының бір белгісі деп ислам ғұламалары осындай жақсы фазилеттерін айтып кеткен. Міне осы хадистерге қарап, ең бірінші біз түсінген нәрсеміз ол баланың атын жақсылап қою. Одан кейін мүмкіншілігі болғаса, қолымыздан келсе ер адамға екі қой, қыз балаға бір қой сойып, яғни оның ақиқасын беру. Содан кейін сол баланың шашын алу, ол да сүннет, ол 7 күнде істелінеді дейді. Бізде енді қазақ дәстүрі бойынша да, біздің салтымызда да осы амалдардың барлығы бар. 40-нан шыққан кезде баланың шашын алып жатады, тырнағын алып жатады. Осының барлығы сүннетке сәйкес екенін білеміз. Міне осы бала тәрбиесіндегі осы амалдардың өзі де баланың мұсылманшылығына, баланың жаңағы осы өмірдегі аттап басқан күндеріндегі қадамдарына да жақсы сауап әкелетіндігін осы хадистер айтты. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға түскен Құран кәрімде де, пайғамбарымыздың сүннеттерінде де ата-ананың баланың тәрбиелегендегі әділ болуына, жақсы тәрбиелеу керектігіне, және де сабырлы болуларына шақырады. Аллах тағала Құран кәрімде айтады: "Аузубиллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлаху я'муру бил-адл вал-ихсан ва ита'ил қурба." Нахл сүресінің 90-шы аятында, шындығында Аллах тағала сендерге әділдікпен жақсылыққа бұйырды, және де туған туысқандарыңа өз хақларын берулеріңді бұйырды дейді. Және де тағы да Али Имран сүресінің 143-ші аятында: "Вал-казимина ал-гайз вал-афина анин-нас валлаху юхиббул мухсинин." Өздерінің ашуларын басып, адамдарға кешірімді болғандар, жұмсақ мейірімді болғандар, міне солар жақсылар. Шындығында Аллах тағала сол жақсыларды жақсы көруші дейді. Яғни осы Құранда және пайғамбарымыздың хадистерінде, Сүннан ат-Тирмизиде және Абу Дауудтың сүннанында риуаят қылынған хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ар-рахимуна ярхамухумур-рахман ва архаму ман фил-ард ярхамукум ман фис-сама." Рахымды болғандарға, мейірімді, қайырымды болғандарға Аллахтың рахметі бар. Кім жер бетіндегілерге рахымды болса, Аллах тағала оғанда рахымды болады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады. Яғни біз бала тәрбие қылған кезде, тәрбиелегенімізде ең бірінші біз сол сабырлы болуымыз керек екенін, мейірімді, қайырымды, рахымды болуымыз керек екенін осыдан білеміз.
Ислам ғұламалары бала тәрбиесі туралы былай кітаптарда былай жазады: Ал-мақсуд бит тарбият ал-иман имания рабата ал-валад мунду тaqqiluhu би усул ал-иман ва ta'widуhu мунду тафахмуху аркан ал-ислам ва ta'лимихи мин хина тамизуху мабади аш-шариат ал-гарради. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеттерінде және Аллахтың Құранында, ислам дінінде айтылғандай, ең бірінші біз бала тәрбиесінде көңіл бөлетін нәрсеміз ең алғашқы ол имани тәрбие дейді. Осы ислам ғұламалары айтады, имани тәрбие дегеніміз ол бала ақылы, бала ақылға тоқтайтын кезде оны ең бірінші иманның негіздерін үйрету керек. Одан түсінік бірдеңені түсінетін кезде исламның рүкіндерін үйрету керек дейді. Және де ол бой жетер кезінде білім алатындай оң мен солын таныған кезінде оған шариғаттың үкімдерін үйрету керек деді. Исламның негіздері дегеніміз ол ислам ғұламалары айтады: кәл иман биллахи субханаху والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السماوية والإيمان بالرسل جميعا والإيمان بالسؤال مالكين وعذاب القبر والبعث والحساب والجنة والنار وسائر المغيبات. Ең бірінші айтқан ақыл келіп, тілі шығатын кезінде ең бірінші имандылық тәрбиесінің, иманның негіздерін үйрету дейді. Ал иманның негіздеріне ең бірінші Аллахқа деген иман, періштелерге деген иман, бүкіл Аллахтан түскен кітаптарына деген иман, және де бүкіл пайғамбарларға деген иман, және де қабірдегі қабір сұрағын сұрайтын періштелерге, қабірдің азабы, және де қайтадан тірілу, қиямет күніндегі есеп қисап, және де жәннат пен дозаққа деген, және де басқа ғайбияттарға деген иманды айтады деп ислам ғұламалары айтады. Яғни балаға ең бірінші имани тәрбие деген кезде иманның негіздері ол сенім, Аллахқа деген сенім, Аллахтың кітаптарына деген сенім, соны үйрету, соны білдіру. Әлбетте ол Құран арқылы және пайғамбарымыздың сүннеті арқылы білдіру керек. Және де екінші келетін нәрсе исламның рүкіндері дейді. Ол исламның рүкіндері адамның жан дүниесімен, не болмаса мал дүниесімен де берілетін, істелінетін құлшылықтарды айтады. Ол біріншісі намаз, ораза, зекет, және де хаж, мүмкіншілігі келген, күші жеткен адамдарға хажылыққа бару болады. Исламның, яғни 5 парызын айтады, исламның негіздері. Сол имани тәрбие алғаннан кейін ол баланы жаңағы құлшылыққа, жан дүниемен де, денесімен де, мал мүлікпен де құлшылық ету үшін де үйрету керек деді. Содан кейін адам баласы оңды солын білген кезде оған бір жолды көрсету, Аллахтың хақиқи жолын білдіру, сол жолда оған өзінің программаларын үйрету, ол ақида мәселесін үйрету, құлшылық мәселесін, мінез құлқын тәрбиелеу, шариғаттың дұрыс деген жерлерін үйретіп, бұрыс деген жерлерден қайтару, және де үкімдермен тәртіпке мойынсынуды үйрету деп ислам ғұламалары айтады. Осыған байланысты, имани тәрбиелерге байланысты пайғамбарымыздың айтқан хадистері бар. Ол ең бірінші адам баласы нәрестенің тілі шыға бастаған кезден бастап балаға үйрететін нәрсеге дейін де айтып кеткен. Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтады, Ибн Аббас радиаллаху анху риуаят қылған хадисте: "Ифтаху аля сибьянукум аувал калимату биля илаха илля Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, балаларының тілдерін ең бірінші айтатын сөздері ла илаха иллаллах пен тілдерін шығарыңдар дейді. Яғни балаға сөйлеуді үйреткен кезде ең бірінші ла илаха иллаллах деген сөзді, мағынасы Алладан басқа ешбір құдай жоқ деген сөзбен тілін шығарыңдар дейді. Яғни баланың мұсылман екендігін тілімен бекіткеніне себепші болу керектігін айтады. Және де Ибн Аббас радиаллаху анхудан риуаят қылған тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: أعملوا بالطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر والاجتناب النواهي وذلك وقاية لهم ولكم من النار.
Ибн Аббас радиаллаху анху риwayat қылған хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: өздеріңде Аллахқа мойынсұнушылықпен, яғни Аллахқа мойынсұныңдар, және де Аллахтың күнәләрінен сақтаныңдар дейді. Аллах күнә деп есептеген нәрселерден сақтанып, тақуа болыңдар дейді. Содан кейін балаларыңды жақсылыққа бұйырып, жаманшылықтан аулақ болуларына, тыйылуларына жаңағы жәрдемдесіңдер, әмір қылыңдар дейді. Міне ол сендердің және олардың оттан құтылуларына себепкер болатын нәрсе дейді. Жаңа бала ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деп тілі шыққан бала, одан кейін оңды солын білгеннен бастап, ол балаға жақсы мен жаманның не екенін білдіру, үйрету өте маңызды. Өйткені жақсы мен жаманды білген адам ғана ертең өмірінде ненің дұрыс екенін, ненің бұрыс екенін айқындап біле алады. Өзінің жаңағы өмірі сол арқылы Аллах Тағала өміріне ол баланың береке береді. Сол жақсылықта жүріп, өмірінде береке болып, жаманшылықтан аулақ болады дейді. Міне өздеріңде Аллахқа мойынсұныңдар, өздеріңде жаманшылықтан, күнәдан аулақ болыңдар. Дәл сол секілді балаларыңды да соған бұйырыңдар деп пайғамбарымыз хадисінде айтады. Қазір мысалға өздеріңіз білесіздер, өкінішке орай көптеген ағайын туысқандарымыз өзіміздің мұсылмандардың өздерінде өзіміздің дінімізді жөндеп білмейді, жақсы мен жаманды ажыратып жатпайды, жаңағы Аллахтың тыйған нәрселерінен сақтанбайды, бұйырған нәрселеріне көңіл бөлмейді. Керек десеңіздер, жаңағыдай кейбір бауырларымыздан ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллахты айтқызған кезде де өзі жаңағы айтулары қиын болып, кейбір жерлерде қателіктерге бой алдырып жатады. Осының барлығы не? Жаңағы ислами діни тәрбиенің жоқтығынан. Жаңа кейбір кездерде адам баласының қылмысқа да барып жататыны, кейбір кездерде бір азғыншылыққа, озбырлыққа да барып жататындығына да себепкер болатын нәрсе ол діни тәрбиенің, рухани тәрбиенің жоқтығынан деп білуге болатынын айта кетуге болады. Және де Абу Дауттан риwayat қылған хадисте Амр бин ал-Ас радиаллаху анху риwayat қылады. Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Муру ауладукум бис-салат ва хум абна 7 синин, вадрибухум алейха ва хум абна 10, ва фарриқу байнахум фил мададжи». Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан хадисінде балаларың 7 жасқа келген кезде намазға бұйырыңдар, олар 10-ға келген кезде намаз оқымаса оларды ұрыңдар дейді, яғни соғыңдар. Және де олар 7-ге келген кезде сол балаларының арасын ұйықтаған кезде бөліңдер дейді. Яғни бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, баланың 6-7 жасында келген кезде намазға баулу керектігін айтады. Егер 10 жасында сол намазға мойынсұнбаса, оны тәрбие мақсатында оны ақырындап, яғни ұрыпта қою керектігін рұқсат етілген пайғамбарымыз айтып жатады. Яғни бұл ұру керек деген кезде, қазақша айтқан кезде бас салып, оны баланы көкала қойдай сабау мақсатында айтылмайды. Бұны тәрбие мақсатында, әкенің не болмаса ананың рақымды бір шапалағымен тәрбиелеу мақсатында айтып жатқанын ескерте кетуіміз керек. Және де сол 7 жасында бала оңды солын білген кезде төсекте араларын ашыңдар дейді. Яғни әрқайсысына бөлек-бөлек жатқызуды, ұлды бөлек төсекке, қызды бөлек төсекке, ол да бір ислами тәрбие екенін үйретіп жатыр. Осы хадистен біз білеміз, осы хадис бізге соны үйретеді. Және де осы баланы тәрбиелеген кезде әдептілікке тәрбиелеу керек екендігінде өте маңызды нәрсе екенін білеміз. Жаңағы қазір білім беру, оқу, үйрету ол бір бөлек, және де ол баланы әдепті, биязы, жаңағы қоршаған ортасын сыйлайтын, әке шешесін сыйлайтын, туған туысқанын сыйлайтын, қоршаған ортасына деген махаббаты бар, отанына деген махаббаты бар, болашақ жаңағы ұрпақ етіп тәрбиелеуде ол да өте маңызды екенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде білеміз. Және де діни тәрбие деген кезде жаңағыдай бұл Құранға деген махаббаты, пайғамбарымызға деген махаббаты, жаңа қоршаған ортаға деген махаббат туралы да айтылып жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде, Али радиаллаху анху риwayat қылған хадисте Алланың набиі саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Аддибу ауладукум аля саласат хисал, хуббу набиюкум ва хуббу али байтихи ва тилаватал Құран, фа инна хамалатал Құран фи зилл Аршаллахи йаума ла зиллу илля зиллуху ма анбияхи ва асфияхи».
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, балаларыңды әдептілікке үйретіңдер. Әдепті болған адамның әдептіліктің үш түрі бар дейді. Біріншісі, пайғамбарларыңа деген махаббатқа тәрбиелеңдер, және де оның жанұясына деген махаббатқа тәрбиелеңдер, және де Құран оқуға, Құранға деген махаббатқа, Құран оқуды үйретіңдер, Құранды жаттатыңдар дейді. Кімде-кім Құран жаттаған болса, қиямет күні Алланың аршысынан басқа көлеңке жоқ жерде, ыстық күні махшар алаңында жиналған кезде, сол аршының көлеңкесінің астында пайғамбарлармен және пәк Алланың сүйікті бәнделерімен бірге сол Құран жаттаған адамдар бірге болады дейді. Міне, Алланың нәбиін сүю деген, яғни Алланың пайғамбарын сүю деген, ол Аллахтың дінін жақсы көру, Аллахтың өзін сүю, Аллахқа деген, дінге деген махаббатын күшеюіне әкеледі. Құран жаттаған адам сол Құранмен өмір сүреді, сол Құранның әдебімен әдептіленеді, сол Құранның берекесімен берекеленеді. Сол Құран жаттаған адамдарды қиямет күні Аллах Тағала өзінің аршысының астында тек қана пайғамбарлармен және өзінің сүйікті бәнделерінің қатарларымен бірге болатындығына пайғамбарымыздың хадисі, осы хадисінде бізді сүйіншілейді. Және дәл сол секілді хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Абу Уаққас радиаллаху анху риуаят қылады, كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة минал Құраныл кәрим дейді. Және де біз бала тәрбиелеген кезде біз жаңағы өзіміздің ислами тәрбие, исламның тарихы туралы, жаңа Құран деген не, пайғамбарымыз деген кім, басқа пайғамбарлар деген кім, және сахабалар деген кім, солар туралы да тәрбие беру, оларға ақпарат, жаңа хабарлар беру өте маңызды. Және сонымен қатар өзіміздің еліміздегі, халқымыздағы, халқымыз үшін, еліміз үшін қызмет қылған діни қайраткерлер, және де басқа да жаңағы елімізді қорғаған қолбасшылар болсын, халқым деп, елім деп өмір сүрген қазақтың жаңағы мұсылман болған азаматтар туралы да жаңағыдай бір ақпарат беру, ол да бір тәрбиенің түрі, ол да бір қазақша айтқан кезде, қазіргі біздің тілімізбен айтқан кезде патриоттық тәрбие деп айта кету керек. Сол патриоттық тәрбиені пайғамбарымыздың сахабалары да тәрбиелеген. Абу Уаққас радиаллаху анху айтады, біз балаларымызды дейді, пайғамбарымыздың барған үлкен жорықтар туралы хабарлар беріп, соларды үйретіп, хабардар қылатынбыз. Дәл Құранды қалай жаттатсақ та, соларды да солай үйретіп жаттататынбыз деп Абу Уаққас радиаллаху анху айтады. Яғни бұл да біздің сахабалардан алатын үлгіміз. Исламның тарихындағы, еліміздің тарихында қандай да бір жаңағы өткен салиқалы азаматтар, ел үшін, халық үшін қызмет еткен жаңағы өзіміздің адамдардың тарихын үйрету, ол да бір ислами тәрбие екенін айтып жатыр. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан хадисінде айтады, أربعة من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعوها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا آحد غدر وإذا خاصم فجر. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім осы төрт бір жаман мінез болса, кімде осындай төрт бір жаман қасиет болса, ол мұнафиқ болады дейді. Сол төртеуінің біреуі болса, ол сол мұнафиқтықтың бір аламаты ол кісіде болады дейді. Қай кезге сол осы төртеуін істеуді қойғанда дейді. Ол біріншісі мұнафиқтың аламаты ол алған аманатқа қиянат жасау, және де сөйлесе өтірік айту, және де уәде берсе уәдесінде тұрмау, және де біреумен араздасып, енді адам болғаннан кейін адам баласы біреумен ұрсысып қалады. Сол араздасқан кезде бір жаңағы жаман сөздерге бой алдырып, ашуланып, жаңағы пасықтық көрсету деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Міне, бұл ислами тәрбиедегі өте маңызды нәрсе дейтініміз сол жаңағы баламыз, ұрпағымызға әрдайым аманатқа берік болу керек екендігін, айтқан уәдеде тұру керек екендігін, және де әрдайым шыншыл болып, шын сөйлеу керек екендігін үйрететін нәрсе. Және де енді бәнделікпен біреумен ұрсысып араздасып жатқан кезде де жақсы мінезде болып, жұмсақтықта болып, ең жақсысы ол ұрсыспауда, ол жаңағы ең жақсысы ол араздаспау. Бірақ енді бастан адам болған ең болатын жағдайда сонда да бір өзі сабыр сақтап жақсы сөздермен жаңағы бір мәмілеге келуге тырысу керектігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кетіп жатыр. Ислам ғұламалары айтады, шариғат дейді,
أجمع علماء وأئمة المجتهدون في كل العصور على أن مقاصد التشريع الإسلامي 5: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ النفس وحفظ المال. قالوا إن كل ما جاء في الشريعة الإسلامية من آيات القرآنية وأحاديث النبوة ترمي إلى حفظ هذه الكليات الخمس. Барлық ғасырлардағы болған ислам ғалымдары мен ислам имамдарының айтып кеткен бір ауыздан келіскен нәрсесі, ислам шариғаты 5 нәрсенің сақтығына көңіл бөледі дейді. Біріншісі ол діннің сақтығына, екіншісі яғни діннің аман болуына, 5 нәрсенің аман болғанына, сақталуына себепкер болады дейді. Ол біріншісі діннің дұрыс сақталуына, және де екінші адамның ақылының дұрыс жұмыс істеуіне, яғни ақылдың дұрыс жұмыс істеу дегені ол жақсы мен жаманшылықты жақсы ажырата білу дегені. Және де насап дейді, адам баласының ұрпағы дұрыс болуына, тегінің дұрыс болуына. Және де хифзун нафс дейді, және де сол адамның жеке тұлғаның амандығына қамқоршы болу, және де хифзул мал дейді, сол адамның малын дүниесінің аман болуына шариғат қамқоршы болады дейді. Міне осы Құранда түскен барлық нәрселер және пайғамбарымыздың хадисінде келтірілген барлық хадистер осы 5 адамның 5 құндылығын сақтау үшін жіберілген деп ислам ғұламалары айтады. Яғни осы 5 құндылықты сақтайтын да осы біздің келер ұрпағымыз, осы 5 құндылыққа бекем болатын да осы біздің мұсылмандардың келер ұрпағы екендігін есімізден шығармаймыз. Сондықтан болашақ ұрпағымызды имани тәрбиемен тәрбиелеп, жаңағы жақсы мен жаманды ажыратуларына себепкер болып, әрдайым жақсылық істеп, жақсы мінез құлықта болуларына себепші болу, ол ең бірден бір ата-ананың міндеті. Және де сонымен қатар исламда адамның, баланың денсаулығына да, оның денінің сау болуына да өте көңіл бөлінеді. Соның біреуі денсаулықта спортпен шұғылдануды да исламда шұғылдануға да қарсы келмейді. Керек десеңіздер, керісінше соны құптайды, қолдайды. Аллах Тағала Анфал сүресінің 60 аятында айтады: Аузубиллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вa'дилу лахум ма статa'тум мин қуввати ва мин рибатил хайл дейді. Сендер де өздеріңнің күштерің жеткенше әртүрлі құралдармен әзірлік қылыңдар, және де ат байлаумен әзірлік қылыңдар дейді. Міне осы аятты тәпсірлеген кезде, Аллах Тағала бізге осы қай бір заманда болса да мұсылман адамға денсаулығының күшті болу үшін, денсаулығының руханиятының жақсы болу үшін, осы қандай да бір осы заманауи құралдармен әзірлік қылу үшін, күшімізді арттыру үшін әрекет қылыңдар, күштерің жеткенше әрекет қылыңдар дейді, және де ат байлаңдар дейді. Міне бұл ат байлаңдар деген кезде ғалымдар айтады, ат байлауға әртүрлі қазіргі денсаулыққа пайда беретін, ол кезде ат болатын болса, қазіргі әртүрлі басқадай да құралдар бар, соның бәрін қолдануға рұқсат етілгені туралы айтылған дейді. Және пайғамбарымыздың хадисінде Сахих Муслимде риуаят қылынады: Ал-муъмину вал-қауи хайру ва ахаббу илаллахи минал муъмини ад-даиф дейді. Күшті, қуатты болған мұсылман, мүмин адам Аллахқа хайырлы және Аллах оны жақсы көреді дейді. Нашар, денсаулығы нашар болған адамнан мүминнен көру дейді. Яғни Аллах Тағала денсаулығы жаман болған мүминді жаман көреді деген сөз емес. Бұл жерде екеуін салыстырғанда денсаулығы күшті болған адам, яғни денсаулығына қарап, Алланың разылығы үшін денсаулығын сақтап аманат екендігін білген адамды Аллах Тағала жақсы көреді деп пайғамбарымыз хадистерінде айтады. Және де ең соңғы осы хадиспен аяқтайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах бин Амру бин ал-Ас радиаллаху анхуға риуаят қылған хадисте: Я Абдуллах бин ал-Амру, инна лиллахи алейка хаққан, ва инна ли баданика алейка хаққан, ва инна ли ахлика алейка хаққан, фа'ат куллу зи хаққи хаққаху дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: Я Абдуллах бин Амру, Алланың сенің алдында хақысы бар, сенің денеңнің өзіңнің алдында хақысы бар, және де сенің жанұяңның сенің алдында хақлары бар. Барлық хақы иелеріне хақысын бер деп
әмір еткен деді, яғни бұйырған деп, сүйіншілеген деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы хадисінде айтады. Яғни Алланың хақсыз дегеніміз біз Аллахқа мойынсұнып, пайғамбарымызға мойынсұнып құлшылық етуімізді, және де денеміздің хақсыз деп біз осы денеміздің сау болуына жаңағы амал қылу, ол харамнан сақтанып, халалмен рызықтанып, және де өзіміздің денсаулығымыз үшін, және бала-шағамыздың, туған-туысқанымыздың, жанұямыздың денсаулығы үшін жауапты екенімізді білуді айтады. Және де жанұяңның да сенің алдыңда хақсыз дейді. Жанұямыздың хақысы осы өзіміз істеген Аллахқа деген құлшылықты ол жанұямыздың да істеуіне себепкер болу, сол жанұямызды тәрбиелеу, жанұямызға жақсы жаңағы қамқоршы болуды айтады. Барлығының хақысын бер дейді. Сол кезде ғана біз болашақ келе жатқан ұрпағымызды, өзіміздің ұрпағымызды имани тәрбиемен тәрбиелеген кезде сол хақысын беріп құтылғанымыз болатынын айтуымыз керек. Аллах тағала осы абыройлы әке деген, ана деген атақты абыроймен осы өмірде өтуімізді, жаңағы мүмин болып, мұсылман болып, Аллахтың құлы деген атаққа лайық болуымызды нәсіп қылсын. Аллах тағала айтқандарымызға айтқанның сауабын жазып, естігендерімізге естігеннің сауабын жазып, айтқан естігендерімізге амал қылуды нәсіп қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. اللهم صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى